Всем привет, достар. Бүгін мен сендерге күшті қылып шашты қалай істейді екен көрсетемін. Күшті заттар істеймін, просто түсірмеймін ғой. Сондай әдетім бар. Достар, сендерге бірдеме айта кетейінші. Қара, мынандай адам, осындай мен де бар. Тым да жоқ. Мынандайда. Ал, мынаны аранда жейсіңдер. Biraz күте тұр. Қамадан түсіп қалдым. Аяқ, қолдар бар. Только назад тұрсын. Қалай сапа? Мынада екінші час болуы мүмкін негізінде. Білмеймін. Достар, мен шашын тарап алайын. Достар, мен шашын тарап алдым. Не осылай, екіге бөліп қойдым. Осылай ұстап алып, мына жеріне бірдеме істейсіңдер. Сынбайынан қоятын ғой. Мен айтып істеген жоқпын. Қалай шығады деп ойлап тұрмын. Солай тарап алу керек, біріншісінде аппетит. Абыр-жыбыр болады менікі. Сендер де тарап алдыңдар. Шын бұлайынан істеп алдыңдар. Мен шашын бұйра негізінде. Сабақ енді бітті, достар. Мен де 4-ші класста апай зат істейді ғой, осады ғой. Достар, күте тұрмын. Достар, ол үшін осындай құрттай осындай резинка болу керек. Апсе жетпейді. Сендерге мысалы айта кетейін. Апсе істелмейді міне. Мысалы күте тұрыңдар. Күшті үйрендім. Осыны дейсіңдер, солай істейсіңдер. Тағы да резинка